2 3 басылды. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Бүгін біздің аккаунтта обзор, мен Жансың аккаунтын емес YouTube аккаунтын ұрлап, өзім обзор жасап жатырмын. Ал кеттік складқа көріп, киімдерін көріп қайтайық. Ал бізде енді интернет нашарлау бар енді. Мынау негізі нормально, бұл бұрынғы берген сеттер, бас киімдер. Либо достар комментарий жазып кетіңдер, 1 2 3 сондай сеттер киетін боламын. Қыздар болса қыздар жазыңдар, қыздардың персонажын назар киім тауып береміз ғой. Мен көріп жатқандарыңдай осы әкетіп бартқан аккаунтымыз жоқ енді. Міне мына біз мастерге жетіп, көптеген еңбек арқылы бұған аккаунттың өзіне де ақша кетті. Если мен бір тағы ваучер салатын болсам, сендерге подарка жіберемін. Ваучер салып беретін боламын. Ал енді бізде шалбар 47, крем 59, маска 8, ал маска 27, ал макияж 8, кепка 34. Мен енді біз аяқ киімдері көштік. Аяқ киімдерде енді айта кететін жайт, Саскенің аяқ киімі деген бар. Киетін болсаңыздар, негізі біз бір Бек Айсұлтан аккаунт бар, соны ойнатамыз. Осы аккаунтқа тіркеліп, лайк, комментарий, тіркелген адамдарға Бек Айсұлтан аккаунтты береміз. Оны бірақ та біз 300 подписчикке жеткенде бірақ ойнататын боламыз. Осы ойын міне біздің аккаунтымыз. Осыны да бірақ та біздің көтіміздің шамалы ауырлығы бар енді. Ауыр ғой. Сосын достар, айта кетсек, мен өзім гильдия аштым. Сол гильдияда первый лидермін. Гильдияға кіретін болсаңдар, маған өзіме жазыңдар. Міне осы біздің гильдия. Егер де ойнамайтын адамдар болса, оларды біз шығарып жүреміз. Мысалы, мынау дербіне соларды пошол қылып жүреміз ғой. Біз адамдар азайтамыз, сендер біздің осы комментарий жазыңдар, біз сендер өзіміз жазамыз, номерлерін тастап кетіңдер. Ал всем удачи. Мына Арсенал, бұл мылтықтарда лутбокста М4А1 осындай жүректі бар ғой бізде. АК-47, бұл тоже жүректеуі. Скорс, урон неше тұрылады. Скарға әкет баратыр қойында. Скорпионның тоже магазиннен алынады, провиниден алынады. Мынау енді спешнен алынады ғой. Ауық бар. Урондан жарты алады, ал дамысы үстінен алады, скорсы мықты. Ал мен бұл осы мылтықпен боричикті көтерем дегенде, бұл мен адамдардың басына жынды беріледі. G36, яғни 2023-те ме 2024-те шыққан мылтық. Бұл мылтықтың ойнаған, бұл мылтыққа скин алудың өзі қиын, болған әлі тіпті навыктарды әлі шыққан жоқ. Енді винтовканы көрейік. S8, СКС дейді. Осындай бізде мылтық, ол уронды жартылайша давносы басқа жынды дейді. Ястреб, барлықтарын тануларың мүмкін. Ойбай, сывыд екен ғой. Барлықтарын тану мүмкін, бұны алыстан, бұны донатпен алынатын ғой. Ястреб, бізде ястреб деймін жоқ. Осы АК-80, бұда бізде, біз нені аңдаймыз енді, әлі көтермегеніміз бар енді көтеріп жатқан адамыз ғой. М249, бұл мылтықта енді айта алмадым ғой. Шынды тема. Өзімде негізі. Юмте бізде осындай түрлері бар. Мынандай өзі шыққан бар ғой. Волк сондай көптеген түрлері бар. М40, М5. Осы бар емес па, алмазы қалыңды. Қымбаттан. Мен дұрыс қате айтып жатсам, комментарий жазып кетіңдер. Мынау М40 жататын емес па да? P90, зажимшектер құлақтарыңа, алтын сырға, Томпсонды қараңдар, Векторды қараңдар депші. Макион бізде осы скен. Дробик.
алтоқтық драваш менің өзімнің мылтығым десем де болады. И бұл дерзкий мылтық қой. Мен мажет мен шындатамын ғой деп. Ал мынау бізде каллический дробовик. Бұл короче жинап тұрады деп атқанда бірақ өлтіреді ғой. Снайперский АВМ бар емес пе? Если бар емес сов болсаң жындатасың. Бірақ сов мынау калякпен кезінде ой картол 98 екен ғой. Мен енді дұрыс білмеймін достарлар. Міне осы бізде ақын өздері қарап алыңдар ше. Басын ауыртпай. Мынау ближний скроптый. Мынау сковородка ғой, короче, тамақ пісіресіңдер осымен мә деп. Негізі өзіміз мынандаймен пісіретін едік те. Қазір заман өзгеріп кетті. Мынандай түрі бар. Мынау кетті. Қайыршылар деп шығар. Бізде осылай. Мен негізі осындай нет осы негізі күшті иә. Сатамасын аласыңдар ма? Мен әншімін. Мен білесіңдер ме ДК-ға бар орынсыз айтқан баламын. Мына менің катанаммен бұны қаншама құтайлармен соғысын деп ше. Бұл шотаяқ. Иә, біліп тұрған шығарсыңдар. Бұны ауылдың адамдары біледі. Шотаяқ, яғни шөп жұлады. Мынандай түрі бар. Біз бұмен шөп жұламыз. Мен білмесеңдер, құрып кетіңдер бар емес пе? Мынау, короче, енді Наруто, Озимаки Наруто дейтін бар емес пе? Сол бізде кулак адым жоқ. Гранаты да. Тема. Мына қайыршылар екен да, иә. Подарка сұрай береді. Өзіміз жарым айтсақ. Осындай түрлері бар. Пегасистан аккаунтқа 300 подписчик болған жағдайда біз оны ойнатамыз. Қазіргі жазсаңдар болады. Мына гильдияларыңа алып берсеңдер болады. Мына қараса тіпті гильдияңа жазып береді. 100 хп гильдиясы. Мына қараңыздар. Міне. В общем, осы келесі ісінде біз қыздарға сүйеміз. Қыздарға сүйсіңдер, плюс қалдырыңдар қыздар. Егер де қайсы көп комментарий жинаса, соған істейміз. Всем удачи. Енді осы арнада мен өзім түсіріп берем ғой.